Құрметті халайық, Тоқаевтың айтқан естідіңіздер ма? Конституцияда, яғни жаңа конституцияда референдум болайын деп жатыр ғой. Сол конституцияда мына қазақ тілінің мәртебесі қандай дегенге байланысты ашық пікірін білдірді. Тоқаевтың айтқан қараңыздар. Тоқаев былай дейді: осы орайда қазақ тілінің мәртебесі төмендеді деп байбалам салудың қажеті жоқ. Жаңа конституция жобасында Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі қазақ тілі деп нақты жазылған. Бұл ретте ана тіліміз тек көркем әдебиетте ғана емес, еліміздің қоғамдық саяси өмірінің барлық саласында кеңінен қолданылады. Ең маңыздысы, жастар арасында қазақша сөйлеу сәнге айналды деген болатын. Көрдіңіздер ме, құрметті халайық? Қазақ тілінің мәртебесі жаңа конституцияда анық жазылған. Яғни Қазақстанның мемлекеттік тілі бұл орыс тілі емес, қазақ тілі деп жазылған. Көріп отырсыздар ма? Осыған байланысты саясаткерлер де, қоғам белсенділері де неше түрлі пікірлер білдіріп жатыр. Енді президенттің өзі арнайы түрде осы тақырыпқа тоқталып, қазақ тілінің мәртебесі төмендеген жоқ, керісінше жастардың арасында үлкен қолдауға ие болып, қазіргі кезде тек тұрмыстық деңгейдегі тіл емес, қазақ тілі қоғамдық, саяси, әдеби тілге айналғанын, қоғамдық, яғни халықтың кеңінен қолданатыны және саяси билік орындарының өзі қазақша сөйлей бастаған көрсетіп отыр. Шенеунік Шарлапаевты жақсы білесіздер ғой, талай қызметтер атқарған. Міне осы Шарлапаев деген адамға журналистер қаншама тиіскен болатын. Қазақ тіліне байланысты. Неге қазақша сөйлемейсіз, неге қазақша сұхбат бермейсіз деп. Міне сол Шарлапаевтың өзі жақында сұхбат беріп, бұның өзі кезіндегі айтылған сыннан алған нәтижем деп отыр. Яғни журналистер, қоғам тарапынан Шарлапаевқа қаншама сындар айтылды. Нәтижесінде Шарлапаев қазақ тілін керемет бір әдеби тілмен сөйлемесе де, қазақ тілінде керемет бір шешен тілде сөйлемесе де, қазақша екі сөздің басын қосып сөйлеп, халықтың алдына шықты. Бұның өзі халық қаласа хан түйесін сояды дей ма? Яғни халықтың талап етуінің нәтижесінде министрлер кабинеті қазақша сөйлей бастады. Халық үлкен күш деген осы шығар.